Алғашқы сәлем, сіздермен Тамерланс, және бұл видео әдебиетпен байланысты болмайды. Алайда менің онымен бөлісімнің маңызы зор. Құрметті достар, менің сізге айтатын сөзім бар. Мен каналымыздағы видеолардың астында сіз қалдыратын комменттерді оқимын. Олардың көбісі позитивті фидбәк, яғни позитивті кері байланыс болып табылады. Сол үшін сізге үлкен рахмет, бұл мен үшін өте сүйсінерлік. Алайда видеолардың астында кейбір кезде негативті фидбәк те табылады. Егер олардың ішінде конструктивті сын болмаса, немесе олардың ішінде белгілі бір идея және ұсыныс болмаса, онда бұл комменттер негізі тек қана негативті эмоциялардан туылған. Сол себепті мен осындай комменттерге назар салмаймын. Алайда жақында маған тағы бір негативті фидбәк келген, және мен оны әдеттегідей оқып салдым да игнор қылдым. Бірақ кейбір адамдар сол негативті фидбәкті жазған адамға қарсы сөз жаза бастады. Әрине, сізге бұл үшін үлкен рахмет, бірақ мен ойымша бұның керегі жоқ болған. Өйткені біріншіден негативті фидбәк қалдырған адам тек қана негативті эмоциямен бөліседі. Ал егер сіз сол адамға қарсы бірдеңе жазсаңыз, онда сіз өзіңіздің энергияңызды соған бөлесіз деген сөз. Өзіңіздің энергияңызды осындай адамдарға бермеңіз. Екіншіден, менің жағдайымды ойласаңыз, мен жағдайым күшті. Мен әлемде осындай адамдардың бар екендігін білемін, және олардың сөздерін құлағыма салмаймын. Міне сол себепті келесі рет маған негативті фидбәк келсе, мен сізге сол адамға ештеңе жазбауды сұраймын. Мен сізге айтар сөзім осы. Сізге атау керен лансталдауын қарағандарыңызға үлкен рахмет. Соның просмотр саны көбеюде. Мен өте қуаныштымын. Осымен болды. Сау болыңыз.